Дұрыс сөйлейік аудио бағдарламалар циклы. Анар ханым, біз сөйлеу мәнеріне байланысты, әсіресе журналистерді мысалға келтіріп отырып, бағдарламамызды әсерлетіп отырмыз, нақты біздің тыңдармандарға түсінікті болу үшін жеткізіп отырмыз деген ойдамыз. Енді келесі мәселе сөз ағымындағы кідіріс туралы. Кідіріс жалпыға бір түсінікті болу үшін пауза, сөз ағымындағы паузаларға байланысты айтып өтсек. Өте жақсы сұрақ. Біз айттық қой, сөз ағымы, ауызша сөз үздіксіз дыбысталмайды, оның арасында кідірістер болады. Ол кідірістер міндетті түрде белгілі бір мақсатпен қойылады, немесе тілдің заңдылығына қарай. Яғни өткен аудио курстағы айтылған ырғақты топ арасында болуы мүмкін, немесе синтагмалардың арасында болуы мүмкін. Сол кезде логикалық екпін түсірген сөзіңіз екі жағынан кідіріспен бөлініп, сіздің сөз ағымыңыздың ішіндегі мағынасы күшті деген сөзіңізді сіз екі жағынан да пауза жасап бүйтіп ерекшелеп айтасыз. Кідірістер осындай қызмет атқарады. Кідірістердің қызметі енді өте көп. Бірінші қызметі оның грамматикалық қатынасты көрсету. Егер сіздің сөйлеміңізде бірыңғай мүшелер болса, мысалы, мына бөлмеде орындық, теледидар, үстел деген сияқты бірыңғай мүшелердің арасын сіз кідіріспен міндетті түрде білесіз. Бұл грамматикалық қатынасты білдіреді. Немесе құрмалас сөйлемдердің бірнеше компоненттен тұратын болса, құрмалас сөйлемдеріңіз, мысалы, сол сияқты бір сөз болып жатқан объектінің бір сипатын білдіретін бір сөз орамы келген кезде, мысалы, кеше ғана Астанадан келген Нұрсұлтан бүгін бізбен қонақта десек, сізге қатысты сипатын білдіретін бір сөз орамы паузамен бөлініп тұр, кідіріспен бөлініп тұр. Осындай грамматикалық мағыналарды білдіреді кідіріс. Екіншіден, кідіріс кейде логикалық мағынаны ерекшелеу үшін, айттым ғой, сіз логикалық екпін түсірген сөзді екі жақтан, немесе оның алдына, немесе артынан бөліп айтасыз. Мысалы, бүгінгі біздің аудио курсымыздың тақырыбы сөз сазы десек, оның алдындағы кідіріс сіз сөз сазын ерекшелеу үшін қойып тұрсыз. Ал енді сіз бүгінгі деген сөзді ерекшелегіңіз келсе, бүгінгі біздің тақырыбымыз сөз сазы деп. Бүгінгіні ерекшелеп айтасыз, сол осындай. Енді кідірістің тағы бір қызметі, тіпті қызметі дейміз ба, бұл эмоцияны білдіру. Сіз сөйлеп отырған шаршы топтың назарын сіздің айтып тұрған сөзіңізге қатысты эмоцияңызды көрсету үшін де, мысалы, неше түрлі кідірістерді жасауға болады. Осыны дұрыс пайдалана білу керек. Сонан кейін енді мынандай қателіктерден сақтану керек. Қандай? Синтагма дегенді біз алдыңғы сабақтарда айтқанбыз. Синтагма деген белгілі бір мағынаны жеткізе алатындай, ойдың бір кішкентай болса да бөлігін бере алатындай сөз ағымының бөлшегі дедік. Синтагмадан кейін міндетті түрде пауза қойылады. Мысалы, менің осы бір сөйлемімді қарасаңыз, синтагмадан кейін міндетті түрде пауза қойылады. Көрдіңіз ба? Синтагмадан кейін деген сөзім менің бір синтагма болып тұр. Міндетті түрде кідіріс қойылады деген екінші синтагма болып тұр. Егер сіз осы заңдылықты сақтамасаңыз, сіздің сөзіңіз бір сарынды болады, онда ешқандай кідіріс болмаса, тыңдарман үшін ол өте қиын болады. Мысалы, менің соңғы сөйлемімде бірде-бір кідіріс болған жоқ. Егер сіз осы заңдылықты сақтамасаңыз, тыңдарман үшін бұл өте қиын болады. Кідіріс болмаса, тыңдарман оны түсіну ауырлап кетеді. Сөздердің арасында кідіріс, мен тоқтамай сөйлеп едім, сіздің түсінуіңіз қиындап кетті, көрдіңіз бе? Сондықтан кідірістерді дұрыс қойып отырған абзал. Мінекей, құрметті тыңдармандар, біз сөз ағымындағы кідірістер мәселесін көтерген болатынбыз. Рахмет сізге, Анар ханым. Өте дұрыс пайдаландыңыз кідірістерді, Нұрсұлтан. Рахмет сізге, Анар ханым. Біраз қызықты мағлұматтар, қажетті ақпараттар сізден естідік деген ойдамыз. Вики білім қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі тілдерді дамыту және қоғамдық саяси жұмыс комитеті тапсырысы бойынша дайындалған. Алматы қаласы, 2015 жыл.